Тамшыдан жаралған көк мұхит молғандай, көк құрлық шаңдардан құралып толғандай. Сен келіп кеткенің мәні жоқ тек қана, әйнекке көк шыбын бір сәтке қонғандай. Армысыздар ардақты ағайын. Бүгінгі бағдарламамыз шамамен 1048 жылы Хорасанның Нишапур қаласында дүниеге келген шығыс шайыры, математик, астроном Гияс ад-Дин Абул Хатых Омар ибн. Бізге жеткен есіммен айтсақ, Омар Хайамның рубайлары туралы болмақ. Әлемдегі ең ерекше тұлғалардың бірі, өлеңдер мен ғылыми еңбектері осы күнге дейін жеткен шығыс ақыны Омар Хайам. Мынау өзі тағдырдың кереметтігіне қарасаңыздаршы. Бақты, атақты композитор Бақты Европа 150 жылдан кейін таныпты. Ал Омар Хайамды 730 жылдан кейін таныған. Яғни таланттардың тағдыры қашанда да оңай болмағандығын көрсетеді бұл. Омар Хайам астроном, физик, ірі ғалым, сонымен бірге ақын. Мынау Омар Хайамның рубаяттары 1859 жылы ағылшын ақынын аударды. Содан кейін Омар Хайам атағы дүниеге тарай бастады. Деректерге көз жүгіртсек, Омар Хайам Нишапур қаласында дүниеге келген. Экономикасы гүлденген, білім мен мәдениеттің ошағы болған қалада бай кітапхана, жоғары және орта білім беретін медресе болыпты. Омардың балалық шағы осы қалада өткен. Оның әкесі Ибрахим лашық үй жасаумен шұғылданған. Хайам осы кәсіпке байланысты туған атау деседі парсы тілінің зерттеушілері. Омар Хайам Ибрахим дегеннің шайлашы, ұста үй жасайтын адамның баласы қарапайым. Осыншалықты қарапайым отбасынан шығып, ірі тұлғаға айналу кезген адамның пешенесіне жаза бермеген. Омар Хайам алғаш медреседе білім алып, әрі қарай Балхы, Самарқанд, Мерв, Исфахан қалаларында оқиды. Сол заманда өркениеттің ошағы саналатын қалаларда жүріп, араб, парсы тілдерін қатар меңгереді. Бұл тілдер сол замандағы өнер мен мәдениеттің, ғылым мен білімнің тілі еді. Қуатты қаруды меңгерген Омар Хайам ғылым мен білімнің тереңіне бойлайды. Жасынан ақ тынығуды білмеген оны математика, пәлсапа мәселелері толғандырады. Ес білген сәттен ақ әйгілі ғұламалардан дәріс алған бала Омар Аристотель мен Ибн Синаның философиялық көзқарастарын қолдаған. 27 жасында Мәлік Шахтың бас уәзірі Низам әл-Мүлік жас ғалымды Исфаханға шақырды. Осы жерде Омар Хайам 40 жылдан астам ғұмырын өткізді. Оның ерекше туындыларының бірі Салжұқ сұлтанның тапсырмасымен күнтізбеге реформа жасауы. Бұл күнтізбе бойынша әрбір 33 жылда 8 кібісе 7 рет 4 жыл сайын 1 рет 5 жылдан кейін болады. Мұндағы уақыт айырмасы 5000 жылда бір тәулікке теңеледі. Оның жыл санауы Григорий күнтізбесінен анағұрлым дәл дейді зерттеушілер. 1131 жылы желтоқсан айында ұлы ақын, философ, математик өмірден өтеді. Бұл туралы зерттеушілердің еңбектерінде бір күні ғалам туралы кітапты оқып отырған Омар Хайам өлімнің жақындағанын сезеді. Ол кітаптың көптің ізіндегі жалғыздық атты тарауына алтын тіс шұқығышын салып, кітапты жабады. Шәкірттер мен туғандарын шақырып, өсиет нама қалдырады. Бұдан кейін аста, суда ішпейді. Сол күні Құдайға құлшылық етіп болған соң қаза табады делінеді. Ақынның денесі туған жері Нишапур қаласына қойылады. Бүгінде онда өз заманының кемеңгері Омар Хайамның кесенесі орналасқан.
Әңгімемізді студия қонағымен жалғастырамыз. Таныс болыңыздар. Филология ғылымының докторы, профессор, Әл-Фараби атындағы Ұлттық университетінің шығыстану факультетінің ұстазы Өтеген Күмісбаев ағамыз. Аға, қош келдіңіз. Рахмет. Жалпы Омар Хайям ұрбайлары деген тақырыпты қозғап отырмыз бүгінде. Омар Хайям өзін Ибн Синаның шәкіртімін деп есептеген. Сол себепті көз тірісінде өзін ақынмын деп атамаған екен. Оған қалай қарайсыз? Ол рас сөз. Мен Омар Хайямды біраз зерттедім. Жалпы мен шығыс ақындарын зерттеп жүргеніме аз уақыт болған жоқ. Мына Фирдоусиді, Рудакиді, Омар Хайямды, Хафизді, Насир Хисроуды, Низамиларды зерттеп жүрмін. Соның ішінде ерекше мына көңіл қойып жүргенім Омар Хайям. Өйткені мына қазақ оқушыларының арасында, қазақ әдебиетінде, қазақ ауыз әдебиетінде Фирдоусидің шахнамасымен Омар Хайямның рубайлары тарап кеткен. Тіпті Омар Хайямның рубайларына еліктеп біздің белгілі ақындар, әріде беріде өмір сүрген ақындар өлеңдер жазған. Тіпті сонау Шал ақыннан бастап берге келсек, Мағжан Жұмабаев, Сәбит Мұқановтар, Қуандық Шаңғытбаевтар еліктеп рубайға өлең жазған. Енді өзі Омар Хайям нағыз ғалым болған адам өзі. Астроном болған. Аспандағы жұлдыздар зерттеген обсерватор еді. Көзінің шырайын, майын тамызып отырып, өзі ғалым болған. Және де мұсылман әлемінде тұңғыш рет Наурыз туралы кітап жазған бұл кісі. Ғылымдардың басқа да саласымен айналысқан, ірі математик болған бұл кісі. Математикамен атағы шыққан. Ал енді мына рубайларды әлгі хобби деген сөз бар ғой. Өзінің бір қиял ермек етіп арасында бір тыныстағанда, жұлдыздан қолы босағанда, математиканың алуан түрлі қиын есептерінен кішкене өзін арашалап алғанда, сол мынау нелерде кофеханаларда отырып, мешіттерде отырып өзі толғанатын болған, соны аздап рубайлар жазған. Ал енді бұл Ибн Синаны өзіне ұстаз тұтынған, көрдіңіз ба? Ал енді сондықтан да болар кейде мен зерттегенде Ибн Синаның рубайларымен, өлеңдерімен Омар Хайямның рубайлары кейде ұқсап кетіп жатады. Дариға, адамзатқа сенер болсақ, бау-бақшаға өсімдік болып енер болсақ, 100 жыл өткеннен соң о дариға қайтадан осы өмірге келер болсақ дейді. Шіркін, ай, осы өмірге келер болсақ деп сөйлейді. Омар Хайямның бір ғажабы бұл жеңіл жазған, өте терең жазған, өзі софы ғалым болған ғой. Мынау философиялық рубайлары халық арасында тез тарап кеткен ауызша. Керемет ауызша тарап кеткен, ауызша алып кеткен, сол ауызша ғасырлардан ғасырларға жетіп отырған. Ол уақытта баспа болмаған, газет журнал болмаған, сондықтан тіпті бір ақынды келесі ғасырға жеткізіп отырған, көшірмешілер жеткізіп отырған. Сондықтан да Ибн Синаның өзі үлкен философ, медик, атақты бірнеше томда медициналық канон жазған кісі ғой. Сол кісіге өзі табынған, сол кісінің өзінің медициналық кітаптарын оқып, Омар Хайям өзі сол аңызда бар, тіпті ойлар шағында Ибн Синаның кітабын төсіне басып жатты. Тарихи деректерге сүйенсек, Омар Хайям тынығу дегенді білмеген дейді. Осындай поэтикалық ізденістер кезінде ғана демалған дейді. Ол қаншалықты рас? Ол рас болу керек. Ол нағыз ғалым өзі кейде уақытпен есептеспейді. Жұмыс істеп атады, жұлдыздарды зерттеп атады, математикалық есептерді шешіп жатады, басқа да ғылымның салаларын араласып атады. Сонда өзі уақыттың, тіпті айлардың, күндердің қалай өткенін білмей атады. Өте қызығып тереңге батып кетеді. Омар Хайям бүгінгі әлем тарихында 4 тағандардың авторы ретінде ерекше орын алды. Алайда көз тірісінде оны ақын деп танымаған екен. Әйтсе де 4 тағандардағы пәлсапалық ойлар, ерекше тапқыр шешімдер оны әлемге ақын ретінде танытты. Ақын өмір мен өлім, жақсы мен жаман, жұмақ пен тозақ, қанағат пен обырлық, жастық пен кәрілік, махаббат пен зұлымдық, құштарлық пен тақуалық парқын 4 жолдан тұратын өлеңге сыйғызды. Омар Хайям рубаяттарымен 4 жол бір шумақ өлеңімен философиялық мәндері түйіп отырған. Оған Рудаки сияқты, Низами сияқты ұзақ өлеңдер емес, бір шумақпенен бүкіл ойды сыйғызып отырған. Өмірдің қаншалықты құндылығын,
ол жылдағы Алланың рөлін, жалпы табиғат, гүл, қыз, кеңістік пенен уақыт, адам, осы үшеуін табиғатқа бөліп жеткізе алған ақын. Ақынның рубайлары адамгершілік ұстанымдарға негізделген. Ол әділетсіздікке қарсылық білдірді. Қоршаған ортаға сын көзбен қарап, озық ойларын батыл айта білді. Өз ойын жеткізу үшін белгілі дәрежеде бейнелеу тәсілдерін қолданды. Мысалы, құмыра, кесе, дүкен, шеберхананы жырлау арқылы жаратушы мен әлемнің, адамның ара қатынасын сипаттаса, адам мүрдесі топыраққа айналған жерден өсіп шыққан гүлді өмір мен материяның мәңгілік құбылысы ретінде бейнеледі. Ақын өлеңдерінде махаббатты жырлау арқылы метафоралық теңеу ой тұжырымдалды. Оның өлеңдерінен ақиқатқа талпыныс, тіршіліктің мәнін түсіну мен енжарлықты, екі жүзділікті әжуалау сарыны байқалады. Омар Хайам өлеңдері аз сөзбен келелі ой айтумен, қарапайым сөздердің өзара жарасымды үйлесім тауып, әуезді болып келуімен ерекшеленді. Алайда көзі тірісінде ақын деп танымағаны сияқты, оның әлемге таралуы да қиын болған. Жалпы бір әдемі сөз бар. Арабтардан ғалымдар шығады, парсылардан ақындар шығады, түріктерден көсемдер шығады деген. Мына парсы поэзиясының мықтылығы соншалықты, мына ұлы Гете, неміс ақыны, соның бір әдемі сөзі бар. Парсылар дейді, 500 жыл ішіндегі керемет ақындарының тізімін жасап, шығыстың 7 жылының атын атайды дейді. Солардың дейді, сол аталған ақындарға қосылмағандарының ең кез келгені менен мықты дейді. Сондықтан парсы әдебиетіндегі, парсы тілді поэзиядағы Омар Хайамның алатын орны ерекше. Омар Хайам әлемге 19 ғасырда ағылшын әдебиеттанушысы Эдвард Фиджеральдың Омар Хайамның рубаяттары деген кітабынан кейін танылды дейді. Рас? Ол рас сөз. Мен Тегеран университетінде Эдвард Фиджеральдың аудармасын тауып алдым, кітабын. Сонда кітабының бір бетінде, мысалы, Омар Хайамның рубайлары жазылған, бір бетінде ағылшын. Бір бетінде Омар Хайамның рубайлары, бір бетінде ағылшын. Соны мен көшіріп алдым, алып келдім осында Алматыға. Рубай Омар Хайамда аударған рубайларына соған сүйендім. Бұл бір қызығы 25 рет аударылған Европада. Көрдіңіз бе? Ал енді сол заманда, енді өткен ғасырда, 18 ғасыр 19-ның басында шығыс ақынының 25 рет Европада аударылуы, бұл дүние жүзінде әдебиетінде бұрын болмаған құбылыс. Ол тек қана кімнің құзырына тиген Омар Хайам. 25 аударылғанда Европаға өте кең тарап кеткен. Мен сізге бір қызықты айтайын, Исаак Ньютон деп білесіз ғой, тартылыс күшін табатын. Сол бір пароходтегі айтқанда, соның қолына Омар Хайамның кітабы түседі ғой. Сол Омар Хайамды оқып отырып, селкілдеп жылаған екен дейді. Ұлы ғалым Исаак Ньютон. Не деген қарапайым, не деген жоғымды, не деген жақсы, не деген терең сөздер деп оқып отырып. Өйткені нағыз өмірді айтады ғой Омар Хайам, шындықты айтады. Бұл жаңағыдай шетел ғалымдарының біздің түркі философиясын мойындағаны ма? Бұл енді батыс өзі шығысты енді мойындап келе жатыр ғой. Батыстағы ірі жаңалықтар, мысалы биологиядағы, химиядағы, медицинадағы, астрономиядағы, математикадағы ірі жаңалықтарды шығыс ғалымдар ашып қойған баяғыда. Соны 500 жылдан кейін, бір ғасырдан кейін Европа ғалымдар аша бастаған. Көрдіңіз ба? Сол Редияр Киплинг деген бір ірі ағылшынның несі бар ғой, ғалым. Сол айтады, Восток есть Восток, Запад есть Запад, но они никогда с места не сдвинутся дейді. Көрдіңіз ба? Оның айтқанда қарама-қарсы қазір батыс пен шығыс жақындады ғой. Батыс қазір шығысты мойындады. Рас, біз сіздерден көп нәрсе алдық. Соны қайтаруымыз керек. Соны біздің ғалымдар өзіміздікі деп
әлемге жариялап жіберді. Шын мәнінде ол ғылымның әр саласындағы небір керемет жаңалықтарды шығыс ғалымдар ашқан екен деп. Математикадан, астрономиядан деп. Соны қазір батыс ғалымдар мойындап отыр, батыс ғалымдар қатты зерттеп отыр. Никола деген француз зерттеушісі, Кристенсен деген дат зерттеушісі, тағы да зерттеушілер Омар Хайамды зерттеп, үлкен тәжірибелі жинақтар, кітаптар шығарып, бірнеше тілдерде Омар Хайам қазір шығып жатыр, зерттеліп жатыр, айтылып жатыр. Бұл бір батыс үшінде, шығыс үшінде таусылмайтын тақырып. Бұл енді батыс Европаның шығыстың алдындағы, шығыс поэзиясының алдындағы, шығыс астрономиясының, шығыс математикасының, Омар Хайамның алдындағы тағзымы деп ойлаймын. Көрдіңіз бе? Мойында мені зерттей бастауы. 1859 жылы ағылшын әдебиет танушысы Эдвард Фицджеральд өз ақшасына Омар Хайамның рубаяттары деген жұқа кітапша шығарады. Ол оған дейін Хафиз, Низами, Аттар, Руми және Жәмидің шығармаларын түпнұсқадан оқыған болатын. Сондықтан да Фицджеральдтың Омар Хайамға көңіл бөлуі орынды еді. Бірақ Омар Хайамның рубаяттары ағылшынның белгілі баспагері әрі кітап саудагері Бернард Кровичтің дүкенінде 2 жыл жатып қалды. Бұл уақытта рубаяттарға ешкім көңіл бөлмеген болатын. Дегенмен бір күні кітап тез арада сатылып кетеді. Осылайша небәрі 250 данамен ғана шыққан кітап дүкен сөрелерінен жоғалып кетеді. Осыдан бастап Хайамның рубайларына деген сұраныс тек Ұлыбритания ғана емес, Еуропаның өзге елдерінде, Америка, Шығыста арта түседі. Дәл осы жинақты Эдвард Фицджеральд көзі тірісінде 3 рет басып шығарды. Одан кейін Омар Хайамның рубаяттары тек 1926 жылға дейін 139 рет жарық көрген екен. Еуропада Омар Хайам жырлары сұранысқа ие болғаны соншалық, ғалым Теннисон шығыс ойшылы, ғалым, ақын Омардың рубайларын жаңадан ашылған планетаға теңеді. Орыс тілінде Омар Хайам тұңғыш рет 1891 жылы Еуропа вестнигінде ақын Василий Величконың аудармасында жарық көреді. Ол Хайамның 52 рубаятын орысшаға аударған еді. 1910 жылы орыс ақыны Константин Бальмонт Омар Хайамның 11 рубаятын аударды. Жалпы Омар Хайамды аударушылар саны 40 шақты. Олардың ішінде мамандар Владимир Державин мен Герман Плисецкий аудармаларын ең сәтті аудармалар деп мойындайды. Ал қазақ тіліне Қуандық Шаңғытбаев аударған нұсқасы 325 рубай 1965 жылы жеке кітап болып басылып шықты. Бір қызығы Омар Хайамның рубайлары, рубаяттары. Мұна біздің қазақтың қара өлеңіне келеді. Қазақтың қара өлеңіне келеді, сондықтан болу керек. Қуандық Шаңғытбаев ақын аударған кезде Омар Хайам поэзиясының бүкіл философиясы мен сезімін, лиризмін нақты, анық және жинақы жеткізді. Өйткені рубаяттар, Омар Хайам рубаяттарының табиғаты қазақтың қара өлеңіне келетін. Омар Хайам тіршілігінің математика мен астрономияға бағыштап, өзін Әбу Әли Ибн Синаның шәкіртімін деп есептеген және поэзиямен қолы бос кезде ғана айналысыпты. Өйткені Фирдаусидан кейін өзін ақынмын деп айтуға жүрексінген екен. Бірақ оның есімін өлмес даңққа бөлеген поэзиясы болды. Бұл хақ. Омар Хайамның өзі табиғаты қызығы адам болған. Бір жолы бір көшеде келатқанда біреу қыш құйып жатыр екен. Сөйтіп Омар Хайамның өлеңін айтып жүріпті, 4 таған өлеңдерін, рубайларын, рубаяттарын. Сосын естіп, тыңлап тұрып қалады Омар Хайам. Тұрса өлеңін бұзып айтып жатыр екен. Омар Хайам жүгіріп барады да ананың кірпіштерін таптай бастайды, бүлдіріп. Ана Омар кірпіш құйып жатқан адам, бұның не? Сен менің неге кірпіштерімді бүлдіріп атсың дегенде Омар Хайам айтады. Неге сен дейді, менің өлеңдерімді бұзып оқып жатсың дейді. Бұл адамдардың табиғаты. Омар Хайам шығыстың 7 жұлдызының бірі. Оны жоққа шығаруға ешкімнің де қақысы жоқ.
Шығыс шайырының жырлары әлде қашан күллі адамзатты қазынаға айналып кеткен. Қаншама ғасырлар бойы адамзат баласының жүрек сүзгісінен өтіп, өзінің өміршеңдігін дәлелдеп қойған. Сондықтан Омар Хайямның Інжу Маржан рубайлары мәңгі жасары сөзсіз. Өмірін ғылымға арнаған жанның поэзияға осынша құлшынысы, осыншама дарынды болуы сыры неде деп ойлайсыз? Менімше Омар Хайям энциклопедиясы ғалым болған. Өз жұлдыздарды зерттеу дегеннің өзі поэзия ғой. Математиканың өзі поэзия. Терең. Көрдіңіз бе? Сол екі ұлы ғылым кімді поэзияға алып келген. Сосын өзі сол уақытта Ибн Синаларды оқиды, Фирдаусиларды оқиды, Насир Хисрауларды оқиды. Содан кейін өзі рубайлар жаза бастаған. Ал енді ғалымдардың зерттеуінше бір ғалым айтады, 600 рубай жазыпты дейді. Бір ғалым айтады, жоқ 300 рубай жазыпты дейді. Біреу айтады, жоқ 100 рубай жазыпты дейді. Жуковский деген мынау Пушкиннің ұстазы қыдырып жүрген рубайлар деген еңбек жазып, сонда 300 рубай жазған дәлелдейді. Көрдіңіз бе? Өйткені сол басқа ақындармен салыстырып отырып, кімдің өзінің ешкімге ұқсамайтын стилі бар. Ешкімге ұқсамайтын өзінің қадамы бар. Ешкімге ұқсамайтын үні бар. Мысалы, толып атқан ақындардың ішінен мен мысалы рубайларын берсем маған 10 шақты ақынның. Осының үшін рубай тауып берсем, мен бірден Фирдауси кешіріңіз, Омар Хайям тауып берген болар едім. Өйткені Омар Хайямның өзіне тән, өзінің жаңағы құлақ күй дегендей домбырасының, өзінің жаңағы көкірегінің сарыны, өзінің жүрегінің дарыны, үні дегендей өзі аңқып тұрады. Омар Хайямдікі екен керемет, өте бақылап тұрады. Бір шумағында әлгі яр як напасат зиндагани гозарат, бағзор кежаз баш адмани гозарат, сармая ин мүлки жақан, ұмыр уасты ғұмырсан гозарани гозарат дейді. Дәурен шіркін өтеді қас қаққанша, жастық, япырай, тұрар дейсін, тұрарғанша. Өмір деген адамның бір тынысы, өмір сұр, сұм ажалға асыққанша дейді. Көрдіңіз бе? Ол бір тынысты, бір қағымсатты, бір қас қағымсатты қадалаған ақын Омар Хайям. Соны өлеңге рубайларға атыр. Оның өміршеңдігі, өлмейтіндігі, осы заманға келгендігі, талай ғасырларға бара беретіндігінің мәні сыры осында жатыр деп ойлаймын. Мынау мысалы дүние жүзі әдебиетінің тағда мысалы бір 200 том, 300 томын шығарса, мысалы шығыс поэзиясынан, парсы поэзиясынан кімді таңдайсың десе, мен Омар Хайям таңдаған болар едім. Білдіңіз бе? Өйткені дүние жүзіне өте жайылып кеткен, кең жайылып кеткен. Бұны бізде төрт тағандар деп сөйтіп атап жүр. Біздің сөзім басында айтып кеткен көптеген ақындар еліктеп жүр. Омар Хайям өлеңдерін арнады. Қазіргі жас ақындар да Омар Хайямға еліктеп өлеңдер жазады, философиялық. Білдіңіз бе? Кейбір Омар Хайямды орыс тіліне аударушылардың өзі Омар Хайямға еліктеп өлең жазып, кітап шығарып жүр. Көрдіңіз бе? Бұл соның құдіреті, сол біздің әдебиетке ғана емес, бүкіл түрік тілдес әдебиеттерге қатты ықпал еткен. Көрдіңіз бе? Төрт тағандары, рубайлары. Сондықтан да бұл кісінің несі әлгі мызғымайтын фундамент қандай қатты, мықты терең құйылса, бұл кісінің де рубайлары түрік тілдес халықтардың ауыз әдебиетіне, жазба әдебиетіне қатты орнап қалған. Әрине ол мақал мәтелдеріне әсер етпеді деп айта алмаймыз. Сондықтан да ол бір жұлдыздың жарқылы, екінші жұлдыздың жарқылына әсер беріп тұрады ғой, алыста тұрса да. Сондықтан да ол жұлдыздар бірін-бірі көтеріп, бір-бірін аспандатып, бір-бірін биіктетіп тұрады. Сондықтан біздің тіпті 15-18 ғасырларда өмір сүрген біздің кәрі ақын жырауларда Шал, Үмбетей, Ақтанберді, Көтеш, тағы басқа ақындардың өзі кейбір жеке шумақтарында Омар Хайямға еліктеп отқан. Бұл тегін емес. Көрдіңіз бе, бізде 15 ғасырда әріден де басталады Омар Хайямның әсері. Сондықтан да бұл Омар Хайям бүкіл әдебиеттерге, бүкіл түрік тілдес әдебиеттерге орын тепкен мықты ақын, ұлы ақын деп айту керек. Көп рахмет сізге мынау тұшымды ой білдіріп, студияға уақыт бөліп келіп отырғаныңызға көп рахмет. Еңбегіңіз жана берсін. Өз заманында Омар Хайямды ақын деп санамаған екен. Тек математик, астроном ретінде мойындаған. Алайда оның төрт тағандары бүкіл әлемге жайылды.
Бүгінде күллі әлем шығыс ақындары десе, алдымен Омар Хайямның рубайларын айта бастайтыны анық. Өткені бір шумақтан ғана тұратын жауһар ойлар 19 ғасырдан бастап әлем тілдеріне аударыла бастады. Осылайша жаһан мәдениетінің ғажайыптары қатарынан орын алды. Кешеден бүгінге жеткен рубайлар ертең де өз биігінде қала берер анық. Осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі аптада жүздескенше сау саламат болыңыздар.